әке, сіз ше? Мен сіздерді мүлде тани алар емеспін, көке. Әлі әке, есіңізде ме? Осы Ерғали көкем бала күнде нақостан қалған кезінде сіз емес пе едіңіз? 3 күн бойы нәр татпай, көз ілмей осы кісіні қараған. Ал мына мен осы қуарбаға танылып қалған сәтінде сіздер әрқайсыларыңыз мына мені арқаларыңызға салып баққан жоқсыздар ма? Көке, не болып барады мына бізге? Неге ұрса береміз? Соңғы рет әкемнің жаназасында екен, ойланып отырсам ұрыспаған кезіңіз. Мен бүгін табыстырамыз ба деп ойлағам, бірақ болмады. Мен сіздерді мүлде тани алар емеспін. Әлде бізге арамыздан біреу кету керек пе? Ұрыспай, таласпай өмір сүру үшін. Мақсат олай айтпашы. Айтпашы олай Мақсат. Қайда Дария әпке? Біздің бала күндегі бауырластық, сыйластық деген сезім қайда? Қайда кеткен сол шақтардың бәрі? Тура осылай өмір сүргенше өмір сүріп қажет не? Айтыңыздаршы маған, Али әпке. Өмір сүріп онда қажет не, көке? Анамды да дәл бүгінше ренжітетін жөндеріңіз жоқ еді ғой. Араларында мен ақ бақытсыз екем. Сен дұрыс айтасың, Алия. Мен өз отбасымды бүгінгі анамның туған күніне алып келе алмадым. Алия, жеңгең болса анау, балалар төркініне жіберіп, бауылейін будет скучно деп. Қолым қалай барды екен, Алия, кешірші мені. Қарындасым, жаным. Кешіріңдер мені. Бұл өмірдегі ең бақытсыз жан, ең бар есен, менен де өтіп ишаралар бар екен ғой. Ола. Бажеке, несін айтасың? Кезінде мені менсінбей, бишара, оқымаған деуші, оқыған адам түрі мынау, өзінің бауырларына жұтыр қалып жүгіреді. Жарқын бер, қойшы отқа май құймай құдай үшін. Ой, кетші бар сені ма? Сен едің осы жерге жетпей тұрған. Кетіңдерші бар ма? Кетіңдерші. Кетіңдерші. Кетіңдер. Анашым, олай демеші. Кетіңдер. Анашым, өтініш қалқынағаншы. Анашым, Кетіңдер. олай демеші. Бәріне менің әлім. Мен бар мақсатым. Әкем мен көкемді таныстырғым келеді. Анашым, мен едім осы күнді ұйымдастырған. Кешіріңізші мен үшін. Кетші сен де аяққа бұралмайды. Анашым, анашым, білем. Мен кінәлім бәріне. Мені мына арбаға танылғанын сіздің жүрегіңізге бататынды білем. Және де мен отбасын құрып, бала сүйе алмайтыным да бар. Мен сіздердің барлықтарыңызды қатты жақсы көрем. Анашым, кешіріңіз мені. Мен сіздердің барлықтарыңызды қатты жақсы көрем. Анашым, кешіріңіз. Мама, бәріне мен кінәлі. Мен сіздің қасыңызда болам. Мен ешқайда кетпеймін, анашым. Қойыңдаршы. Басым ауырып кетті ғой. Қайтамыз, Дария, жинал. Алия! Алия! Мақсат! Не болып Мақсат? Мақсат асылып қалды! Кетейді
Баяғыда бір түп алма ағашы болыпты. Қожайын күнде суарып жүреді екен. Алма ағашы гүлдеп, күндердің күнде жеміс бере бастапты. Қожайын қуанып, күнде суарып, бар уақытын сол алма ағашына арнайтын көрінеді. Алма ағашы өсіп, бұдақтары пайда бола бастайды. Алма ағашы қатты қуанып, міне, менің үрім бұтағым көбейді. Енді мен қожайынға 2 еселеп, 3 еселеп жеміс беретін боламын, деп қатты қуанып айқайлаған екен. Оны естіген бұтақтары, сен өз бетіңмен, біз өз бетімізше өмір сүреміз депті. Алма ағашы таңданып, қалайша? Сендер менің түбірімнен өсіп жетілген жоқсыңдар ма? Менен қоректенген жоқсыңдар ма? Бұларың қалай? Қожайын суарғанда суды ең алдымен мен сіңірем, одан кейін сендерді нәрлендірем. Қалайша? Сендер өз беттерімен болмақсыңдар, деп қатты күйінген көрінеді. Сонда бұтақтары, сен кімсің өзі?